Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллах тағала Маун сүресінде былай деп қатаң ескертеді. Фауайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун. Намаздарына салғырт қарап, немқұрайлылық танытатын намазхандардың соры құрысын. Оларға үлкен қасірет болсын. Маун сүресі 4 және 5 аяттары. Аяттағы бұл ескертудің аясына нақты кімдер кіреді? Тәпсірші ғалымдар бұл қатердің нақты кімдерге қатысты екенін былай деп тарқатады. Бірінші, намаз уақытын қасақана өткізіп алатындар осыған тікелей кіреді. Ең алдымен намазға қырсыздық танытып, бекітілген уақыты шығып кеткенше әдейі оқымай, кейінге ысыра беретіндер анық кіреді. Намазға деген мұндай енжарлықты ардақты сахаба Саад ибн Аби Уаққас пен алдыңғы буын ізгі ғалымдардың бір тобы қатаң айтқан. Бұл топтағы жандардың жоғарыдағы аяттың үкіміне тікелей кіретінінде ешқандай күмән жоқ. Екіншісі, намаздың парыз уәжіптерін тәрк ететіндер. Намаздың ішкі тысқы шарттарын, міндетті уәжіптері мен негіздерінің бірін орындамай атүсті қарап тастап кететіндер осы аяттың ескертудің астарына кіреді. Олар да бұл қатаң ескертудің аясынан қалыс қалмайды. Осы аяттың ауқымына анық кіреді. Үшіншісі, құлшылықта құнттылық пен ықыласы жоқтар. Намаз оқығанда асығыс үсігіс қимылдап, әрбір мүшенің өз орнында байыз табуын, таманинаны сақтамайтындар, сондай-ақ жүрегінде Алладан қорқу сезімі, хушуқ пен шынайы ықыластан мақұрым қалған жандар да осы аяттың тәпсіріне кіреді. Әйгілі тәпсірші Ибн Кәсір де өзінің еңбегінде бұл мағынаны қуаттаған. Аяттың астары өте кең, әрі жоғарыда аталған кемшіліктердің барлығын түгел қамтиды. Түптеп келгенде, осы аталған қателіктерге бой алдырғанның бәрі Алла тағаланың ескертуіне ілігеді. Осы орайда маңызды бір ескерту. Намазды уақытынан кешіктіріп, мүлде қаза қылатындар мен намаз ішіндегі ықыласты яки хушуқты жоғалтып алғандардың күнәсі тең болмайды. Әрине, екі тарапқа да Алланың қаһары мен ескертуінен тиесілі үлесі бар. Алайда, намаз уақытын бейжай өткізіп алатындардың алатын жазасы мен күнәсі намазда асығыстық танытатындарға қарағанда әлде қайда ауыр әрі үлкен болады. Алла амандық берсін.